Ибрагим Исаев сынды шығармашылығы шабытты, еңбекте табысты бола білген жандардың бірі Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрының актрисасы Ғазиза Әбдінәбиева. Бұл есім өнерсүйер қауым мен теледидар көрермені үшін етене таныс екені белгілі. Бүгінде қазақ театр өнеріне елеулі үлес қосқан талантты актриса 65 жаста. Өнерсүйер қауымға дөңгеленген әдемі жүзімен, әуезді үнімен, жан жадыратар жарасымды әзілімен жақсы танылып мойындалған Ғазиза Әбдінәбиеваның таңғажайып өнер отауының түңілігін түргеніне 40 жылдан асып кетіпті. Ендеше театрдың тарланы, көпшілікке сүйікті Роза апай болып танылған керемет актриса жайлы өнер әлемінде айдар айтады. Бірге тамашалайық. Бірде Шұға, бірде Мөржан, ал бірде Роза апай бейнесінде. Ол кісі саналы өмірін өнерге арнаған жан. Биыл сүйікті актриса мерейлі жасқа келіп, жақындар мен көпшілік қауымның ықыласына бөленуде. Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрының белді актрисаларының бірі Ғазиза Әбдінәбиева биыл 65 жасқа толды. Театр сынды ғажайып сырлы әлемде өнер иесі сезімтал жан болуы хақ. Адамның арман қиялы оны болашаққа жетелейді. Үлкен асуларды бағындыруға итермелейді. Бүгінде сағынышпен еске алатын сол бір кез. Ең алғашқы рөл 1968 жылы Жастар мен балалар театрында Мұхаммедқали Хасеновтың «Махаббат неге оянбады» деген спектакльде махаббатты ойнағам. 16 март 68 жылы институтта оқып жүрген мұнда 3-ші курста ма, 2-ші курста ма. Режиссер марқұм Виктор Пұсырманов деген кісі қойды. Мен 2-ші топта ойнадым, 1-ші топта Мәрем Жақсымбесова деген Жастар мен балалар театрының үлкен ғажап бір күн бейлені ғажап актрисасы болған. Мәрем Жақсымбетова деген Мұхтар Бақтыгереевтің жолдасы. Сол кісінің 2-ші тобында ойнадым алғаш сахнаға. Шеберлік маманға көп іздену мен еңбектің арқасында келеді. Бұл өмірін өнермен ұштастырған актрисаның қағидасы. Талантымен талайды таңдай қақтырған Ғазиза апай көптің жадында әмбебаптығымен ерекшеленеді. Біреулер мүмкін күтіп отыратын шығар солай. Өйткені кескін келбеті жалпы актерлік шеберлігі әртүрлі рөлдерді ойнауға жетпей жатуы да мүмкін. Соны мойындамай мен күтіп жүрмін рөлін деп жүруі де мүмкін. Біз шетімізден гениальный сұмдық ғажап актрисамыз ғой. Ешкім мен жамын нашар орта актрисам деп айтпайды. Сондықтан да ол біреу мойындайды, оны біреу мойындамайды. Ол әр рөл сені басқа бір шыңға көтереді. Басқа бір актерлік шеберіңді шыңдауға көмектеседі. Өйткені басқа режиссермен кездесін, басқа драматургпен кездесесің. Сондықтан оның күші, үлкен күші деп мен таңламаймын. Бұл актрисаның өзіндік қолтаңбасы дегенді сахналас әріптестері де қоштайды. Мен үшін Ғазиза апайдың Аркадинасы үлкен кәсіптік деңгейде жасалынған рөл деп мен сол рөлін айтар едім. Бұлай қарасаңыз, енді ол мәңгілік бала бейнедегі жаңағы рөлі болсын, Күләйі болмаса жаңағыдай мынау Аршым алаңдағы рөлі болсын. Қай рөлін алсаңыз да ол мүмкін эпизодтық рөл болатын шығар. Болмаса жаңағыдай үлкен бір басты кейіпкердің рөлін ойнағанда да мен енді бөліп жарып айта алмаймын. Сен қазіргі Россиядағы жазушылардың ең мықтысы сен. Әр актер өз режиссерін күтеді. Бұл сахна әлемінде жүрген жандар үшін заңды құбылыс. Айман Шолпанда Теңге, Қарагөзде Мөржан, Шағылада Аркадина, тағы да көптеген театр қойылымдарында көрерменнің көзайымына айналған актриса, кино әлемінен де құралақан емес. Ғазиза апай қалың көпшілік білетін алғашқы отандық тоғысқан тағдырлар телехикаясындағы Роза апай бейнесімен. Қара шегірткеде Марго, балаларға арналған бағдарламалардағы рөлдермен де көрерменге етене таныс. Ой, Роза, о чем только ты думаешь? У тебя семья, дети. А сколько тебе лет? Это не важно сколько. Я душой всегда молодая. Бір рөлден кейін бір рөлге салып, актерларды үлкен рөлдер ашады актердің. Рөлсіз қандай актер болса да қиын болады ол. Осы театрға келіп, қазақ актрисасы ойнаймын деген рөлдердің бәрін ойнадым. Соның барлығы сол режиссердің менің ашылуымна үлкен жасаған қамқорлығы деп өзім ойлаймын.
Еңбек жолын табиғаты таза кішкентай көрермендерге қызмет етуден бастағандарын есі өмірде де ақжарқын жан. Қай рөлді ойнамасын, тұла бойымен кәдімгі өзінің дене бітімімен, өзінің жаңағы дарындылығымен, өзінің ішкі дүниесімен сезініп ойнайтын актриса. Кәдімгідей өзінің орнында жүрген, өзінің жаңағыдай осы дарындылығын көрсетіп жүрген биік дәрежедегі актриса деп мен өз Ғазиза апайды солай есептеймін. Қылықты Сырдария жағалауы қазақ еншісіне бірталай тума дарындарды сыйлаған жер. Сол топырақтан туып өскен Ғазиза апай өз отбасын, ата-анасын аса бір сағынышпен еске алады. Шешем айтатын әлгі неден даладан келеді екем да, бізді темір пеш қой. Сол бір жаққа от бейтіп жанып тұрады ғой. Соған бейтіп кеп орындық қалып бейтіп отқа қарап отырады екен, қозғалмай. Мына тер ағап былай. Сосын енді өйтіп отырасың дейді. Енді біреу, Ғазиза не қылып отырсың, шешініп отырсаң, іштеліп кетті ғой десе бітті. Шалқамнан түсіп құлайды екем де, сосын жылайды екем. Тоқталмайым бұд. Бірге шаршап ұйықтап қалам. Сосын шешем арқым айтатын, Құдай-ай, осының есі тұрыспаса болар еді деп уайымдайтын дейді. Сені сол өнердің бір несі болды екен, өзің бала боп ойнамайсың дейді. Бүгінде білікті актриса өзі де екі бала, келін, немере тәрбиелеп отырған аяулана. Өнерде өнеге болып, білген түйгенін үйретіп жүрген шәкірттері баршылық. Үйдегі не өнердегі балаларына актрисаны қоятын талабы бір. Ең басты адам болыңдар дейді. Қандай болғанда да. Біреуді сатпай, біреуді жамандамай, біреуді қызғанбай, адам болып, сахнаға да маңдайың ашық, жүзің ашық. Жаныңдағы сахнада серіктестеріңнің алдында да жүзің ашық, көрерменнің алдында да жүзің ашық болу керек. Сондықтан да жас бағана кейін әрине жаста болады, мастықта болады, жастықта болады, бірақ ар, ұят, жауапкершілік дегеннен аттамау керек. Несібесіне киелі орын сахна бұйырған Ғазиза апай бұл жүгін абыроймен, жауапкершілікпен көтеріп келеді. Кәсібіне махаббат, кіршіксіз таза көңілімен, шынайылығымен адал. Актриса деген биік ұғым да осыны талап етпеуші ме еді. Көрерменге берген қуаты ризашылық, қызу шапалақ арқылы өзіне қайтып келеді. Сол қуат оның жан бойына жылулық сыйлайды, жаңа белестерге жетелейді. Өнердің құдіреті адамның ой санасына әсер ету болса, актерлік шеберлікті де сол ықпал ете алу тұрғысынан бағалаймыз. Амина Өмірзақова, Бекен Римовасында асылдардың ізін жалғап келе жатқан Ғазиза Әбдінәбиеваның да бергені мен берері көп тұлға екені даусыз. Өнер әлемінен шет қалмаңыздар, қымбатты көрермен.